Barşаңызға сәлем достар, сіздермен Бейбі Айша. Бүгін сіздерге балалар сүйіп жейтін барнийдің рецебін ұсынамын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жұп жұмсақ дәмді болып шығады, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қантымыз езілгенше осылай миксерлейміз. Осылай аппақ түсті болады. Сол кезде үстінен айранымызды құйып алып, тағы да миксерлейміз. Осылай жақсылап миксерлеп алған соң, үстінен содамызға уксусымызды құйып араластырып алып, үстінен саламыз. Мен уксусты көп қоспадым, 1 чайный ложка қостым. Осылай тағы да араластырып аламыз. Қоспаларымыздың үстінен сұйық майымызды құйып аламыз. Содан соң ұнымызды алып, бөліп салып, миксерлеп аламыз. Бірден салып жібермеңіздер. Ұнның түйіршіктері қалып кетпес үшін жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің сұйық массамыз дайын. Оның үстінен қасықпен бөлек қамырымызды құйып аламыз. Үстінен 1 қасық какао қосып, сүтімізді құйып, араластырып аламыз. Қою болып қалмас үшін сүт қосамыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Ал біздің массамыз дайын болды. Енді қалыптарымыздың үстіне сұйық майымызды жақсылап жағып аламыз, жабысып қалмас үшін. Какао қосылған сұйықтығымызды мен үйдегі жай пакетке салып алдым. Сіздер кондитерлік мешок болса, соған салсаңыздар болады. Міне осылай дайындап алдым. Құятын кезде ұшағын кішкене кесіп жіберсеңіздер. Қалыбымызға мен осылай құйып алдым. Сіздер қалай әрлесеңіздер де өз еріктеріңізде. Ол өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Мен осылай барлығын құйып алдым. Қолына, аяғына, құлағына. Барлығын құйып дайындап алдым. Енді оның үстінен какао қосылмаған массамызды қосып аламыз. Мен 2 қасықтан құйып шықтым. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай барлығы дайын болды. Енді оны духовкамызға салып пісіріп аламыз. Біздің барниларымыз дайын болды. Міне кішкентай аюлар дайын. Қалыбымыздан суыған соң аламыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Сізде қалай шықты, комментарийге жазып кетсеңіз болады. Жұп жұмсақ әдемі барниларымыз дайын болды. Ас болсын, сіздермен болған Бейбі Айша. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.